Сәлем достар, гендік инженерия барған сайын адамды таң қалдыруда. Осыған байланысты арнамызда бұрында да видеолар шыққан болатын. Бірақ бүгінгі видеоның орны ерекше. Сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге ата-анасы әртүрлі типтен болатын жануарларды көрсететін боламын. Ал ендеше видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, осы видеоға лайк басып кетіңіз. Тіпті оны дәл қазір істесеңіз де болады. Себебі сіз осы видеоның қызығына еріп, лайк басуды ұмытып кетуіңіз мүмкін. Видеомызда лигр жануармен бастауды жөн көрдік. Лигр арыстан мен жолбарыс жануарларының қосындысына жатады. Бұл гибридтің ерекшелігі арыстаннан да, жолбарыстан да мықтырақ, әрі бойшаң болып келеді. Салмағы жағынан да оларды басып түсетіні анық. Ал әлемдегі ең ауыр салмақты лигр Геркулес. Салмағы 418 килограммға дейін жетеді. Біздің видеомыздың келесі кейіпкері жыртқыш аңдардың қатарына жататын тигон. Бұл жануар етқоректілер қатарына жататыны айтпаса да белгілі шығар. Жануардың әкесі жолбарыс, ал шешесі арыстан. Бұл жануар өз әке-шешесіне қарағанда ұзынырақ болып шықты. Бірақ өкінішке орай, біздің видеомыздың алдыңғы кейіпкері лигрге жете алмады. Зеброид. Өздерінде түсінгендей, бұл жануар зебра мен жылқының қосындысына жатады. Алғашқы зеброидтар 1815 жылы пайда бола бастады. Зеброидтар жабайы табиғатқа бейімделген. Оларды үйрету қиынның қиыны. Себебі олардың асаулығы қарапайым ауыл жылқыларына қарағанда асып түседі. Полярлық гризли. Негізгі түп тамыры поляр аюы мен қоңыр аюды будандастыру арқылы пайда болған. Негізінде полярлық гризлидің көпшілік бөлігі зоопаркте болатын. Және 2006 жылға дейін жабайы табиғатта бұл аюдың түрі жоқ деп саналды. Бірақ 2006 жылы аңшылар жабайы табиғаттан бұл аңды тапты және атып алды. Келесі жануар касатка дельфин. Атынан ақ түсінгендеріңіздей, бұл жануар касатка мен дельфиннің қосындысына жатады. Касатка дельфиндер өте сирек кездеседі. Негізгі мәліметтерге сүйенетін болсақ, бұл жануарларды арнайы оқшаулап ұстайды. Себебі саны өте шектеулі. Ал келесі жануарымыз кама. Кама 1998 жылға дейін болмаған. Дубайдағы түйе орталығындағы репродукция саласындағы ғалымдар түйе мен ламаны жасанды жолмен біріктіру арқылы каманы ойлап шығарды. Каманың негізгі азығының түйе мен ламаныкінен айырмашылығы жоқ. Бірақ камада түйенікіндей өркештер қалыптаспаған. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Егер видео ұнаса лайк басып, арнамызға тіркеліп, жанынан шыққан қоңыраушаны басуды ұмытпа. Себебі сен осылай жасау арқылы біздің жаңа видеоларымызды өткізіп алмайсың. Және де осы видео ұнаған болса, достарыңмен, ата-анаңмен, және де басқа да туыстарыңмен бөлісуді ұмытпа. Себебі сен осылай жасау арқылы арнамыздың дамуына үлкен үлесіңді қосасың. Бүгінге осы. Келесі видеода кездескенше.